Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі пәніміздің атауы әлеуметтану және саясаттану негіздері. Сабағымыздың тақырыбы әлемдік саяси ой-пікірлер тарихы. Сіздермен болатын оқытушысы Жансүгіров колледжінің оқытушысы Тергеусизова Сауле Мұратовна. Бүгінгі жаңа тақырыбымыздың жоспары: ежелгі Греция және ежелгі Римнің саяси ойлары, орта ғасырдағы ой, жаңа уақыт замандағы саяси ойлардың дамуы. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты: әлемдік саяси ой-пікірлер тарихы тақырыбы бойынша әлемдік саяси ой-пікірлер тарихын және жаңа уақыт замандағы саяси ойлардың дамуын анықтау болып табылады. Батыс елдері ішінде саяси идеялар ежелгі гректерде қатты дамыды. Онда қоғам шығыс елдермен салыстырғанда онда көп жағдайда қарама-қарсы өрістеді. Саяси ұйым түрін жеке мемлекет болып қалған қалалар құрды. Патшалық өкіметтің орнына аристократиялық және құл иеленушілік демократиялық орын алды. Көне гректерде саяси ғылымға мол мұра қалдырған ойшылдар өте көп. Олардың ішіндегі ең көрнекті Платон мен Аристотель болып табылады. Платон мемлекеттік құрылысты 5 түрге бөлді. Олар аристократия, демократия, олигархия, демократия және тирания. Бұлардың ішіндегі ең жақсысына аристократиялық мемлекетті жатқызды. Онда ақыл естілік, парасаттылық билейді. Оның принциптері адамгершілік, ар-намыс деп саналады. Ертедегі гректердің саяси ой-пікірлерін одан әрі дамытып, фәлсафасын шыңына жеткізген ұлы ойшыл Аристотель болып табылады. Цицерон мемлекеттің құрылым түрі оны басқарушының мінезі мен еркіне байланысты болады деп түсіндірді. Цицерон мүліктік идеясына қарсы болды. Қоғамдық саяси қатынастарда әлеуметтік жіктелу мен теңсіздікті әділеттілік деп санады. Саяси ой тарихында орта ғасырлардағы феодалды қоғамның орны ерекше. Батыс Еуропада феодализм мен жылдан артыққа созылды. Бұл заманда христиан дініне көп еңбек сіңірген Аврелий Августин еді. Ол христиан фәлсафасының негізгі қағидаларын зерттеп жетілдірді. Оның саяси көзқарастары Құдай қаласы туралы деген еңбегінде баяндалған. Қайта өрлеу дәуірінің көрнекті өкілі буржуазиялық саяси ғылымның негізін салушы Никколо Макиавелли болды. Оның атақты шығармалары патша Флоренциясының тарихы. Макиавелли діни көзқарасқа қарсы болды. Шындықтың белгісі сенім емес, тәжірибе деп білді. Ол мемлекет деген атауды ғылымға, әдебиетке бірінші болып кіргізді. 17 ғасырда буржуазиялық революция Европа көлемінде ең бірінші Англияда болды. Ол феодализмге күйрете соққы беріп, капиталистік қатынастардың дамуына жол ашты. Бұл дәуірінің көрнекті өкілдерінің бірі ағылшын ойшылы Томас Гоббс еді. Оның ойынша мемлекет қоғамдық келісімнің негізінде жалпыға бірдей бейбіт өмір мен қауіпсіздік пайда болды. Ал құрметті студенттер, осымен біздің жаңа тақырыбымыз аяқталды. Сіздерге берілетін үй тапсырмасы. Бірінші сұрақ: әлемдік саяси ой-пікірлер тарихы. Екінші сұрақ: қайта өрлеу дәуірінің көрнекті өкілдері кімдер? Және үшінші сұрақ: орта ғасырлардағы ойлар. Құрметті студенттер, осымен бүгінгі сабағымыз толығымен аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.